келісуге болады. Сәл ақырын жүріп келе жатырмыз. Соған келген кезде жаңа өздеріңіз айтып жатырсыздар, үкіметтік емес ұйымдар. Мен оның ішінде мына жастар ұйымдарына тоқталғым келеді. Себебі біз осы Алматы қаласы әкімдігінің тарапынан жастар саясатын дамыту мемлекеттік қоры 2001 жылдан бері жұмыс жасап келе жатса, соңғы 3 жылда біз нақты сол мемлекеттік тілге қатысты кез келген шараларымызды 70-30%-ға, яғни 70% қазақша, 30% орысшаға көшіріп іс-шаралар өткізіп жатырмыз. Содан кейін көптеген қоғамдық ұйымдар, жаңа айтайын деп отырған жастар ұйымдар, солармен бірлесіп жұмыс жасаған кезде олардың бөлесінен бастап, яғни ұсыныс хаттарына дейін түгелі тек қана орысша осы күнге дейін. Қазір осы жылда 2013 жылы ғана екі жастар ұйымдары қазір қазақша хаттармен қарым-қатынасқа түсе бастады, бір қуантарлығы. Соны айтайын деп отырған, ауруын жасырған өледі деп және Сәуетхан ағамыз дұрыс айтып отыр. Осы ауруымызды біз емдеуіміз керекпіз. Ол үшін әрбір Қазақстанның азаматы мемлекеттік тілде сөйлеп, сол мемлекеттік тілге жанын ашығандықтан сол мемлекеттік тілде іс-әрекет ету керек деп ойлаймын. Ол үшін сіздер айтып жатқан заңнамалық құжаттар, әрине оны ретке келтіру керек. Ол үшін қоғам болып үндесуіміз керекпіз. Бұл жерде ең бірінші бұқаралық ақпарат құралдарының қызметіне қатысты деп ойлаймын. Себебі жаңа Мәкең айтып отырғандай, ғаламтор дейміз, интернет дейміз, шын мәнінде сол арқылы бүгінде жастар бір-бірімен өте жақсы қарым-қатынаста, бірақ өкінішке орай орыс тілінде. Себебі қазақ тілінде жазсаңыз, сіздің жазуыңыз құбыжыққа айналып кетеді. Ешкім түсінбейді. Қайдағы бір түсінбейтін сандар шығып кетеді қазақ әріптеріңіз бассаңыз. Сондықтан да және қазақ әліпбиіне де байланысты ұсыныстарыңыз өте орынды. Бірақ осының бәрін, осыны бүгінгі дөңгелек столдың нәтижесі ретінде жинастырып, ұсыныс ретінде қарастырып, біз жоғары жаққа хат жазатын болсақ. Яғни жастар да сіздердің айтып отырған мәселелеріңізді қолдайды. Мемлекеттік саясатты, мемлекеттік жақта жүрген жастар ұйымдары қазір бөлуге тура келіп отыр. Себебі кейбір нақты ұлттық патриоттық бағытта жүрген жастар ұйымдар да бар. Біз де оларды қолдаймыз. Себебі олардың айтқан ойлары, біз алып отырмын, қолында көшеге таратып жүрген мынандай листовкалар барлығын қарап отырсаңыз өте дұрыс, заңды түрде айтып отыр олардың айтқандары да. Бірақ эмоцияға берілмеу керек. Кез келген нәрсені ақылға салып істейтін болсақ, біз шешпейтін қамал жоқ деп ойлаймын. Әйтпесе ертең біз біреудің обалына қаламыз. Ертең алаңға шығады. Бір жас шықты, ол өзінің жақсы жағынан көрсетті, өзін патриот ретінде көрсетті, ал екінші соның себебінен, соның салдарынан өзге қаншама жас ертең оқудан қуылады, ертең күні неге қуылады? Не үшін? Себебін айтайын. Қазір себебін айтайын. Сіздер тыңдаңыздаршы, мен алыспаса, біз бұл құр айқайдан, құр эмоцияға берілуден өнбейді деп ойлаймыз. Сондықтан да жаңа айтып отырған, егер көптеген біздің жастарымыз қоғамда болып жатқан өмірге бей-жай қарамау керек. Ол мемлекеттік тіл болсын, ол жалпы жастардың саясаты болсын. Өзінің пікірін білдіріп, өзінің қоғамда бар екендігін орнын көрсететін болса әрбір жас, сонда ғана жұмыс. Біздің осы күнге дейін қоғамымызда мемлекеттік тілдің алдыға жүрмей жатқан себебі бір. Ол әрбір азаматымыз осы жерде жиналыстан шықтық, қазір залдан шыққаннан кейін болды бір-бірімен, баласымен, я болмаса досымен бәрі қай тілде орысша сөйлесуге мәжбүр болады.